Бала бесіктен белі шығып еңбектеп, бір жасқа келген шағында қаз-қаз басып жүруге талпынады. Осы сәтте дана қазақ баланың келешегіне ақ жол тілеп, балам тез жүріп кетсін деген ниетпен тұсау кесу рәсімін жасайды. Тұсауды ала жіппен кеседі. Оған қосымша іші сырты тоқ болсын деген ниетпен тоқшекпен өсіп-өніп көгеріп қуанышқа бөленіп, бала туған жерінде көк шөптей желкілдеп өссін деген ниетпен көк шөппен кесіп жатады. Ала жіппен кесудегі себебі көп кісілер біреудің ала жібін аттамасын деп қысқа қайырып жатады. Ала жіптің мағынасы тереңде жатыр. Ала жіп бүкіл өмірдің, тіршіліктің нышаны секілді. Бізді жаратушы Құдай жалғыз, қалғанның бәрі егіз. Әйел мен ер, аспан мен жер, ыстық суық кете береді ары қарай. Бұлар бір-бірінсіз тіршілік ете алмайды. Бірі бар жерде екіншісі де жүреді. Сондықтан ақ жіп пен қара жіпті айқастырып отырып есіп, баланың аяғына соны байлайды. Басына жақсылық бақыт құсы қонғанда асып-тасып кетпесін. Астамшылық жасап күпірлікке ұрынбасын. Ал қиындықтар болғанда басылып жермен жексен болып қалмасын. Екеуінен тең өтсін деп өткір пышақпен ала жіпті кесіп жібереді. Қазіргі таңда ел арасында 40 жасқа дейінгі кісілер тұсауды артынан тұрып кеседі, артынан жол көрсетейік деп. 60 жасқа дейінгі кісілер жанында тұрып, жанына демеу болайық деп кеседі. 60 жастан асқан кісілер алдына шайық, жолына шайық деп алдынан тұрып кеседі деген әңгімелер ел арасында шарпып жүр. Бірақ Зейнеп Ахметова апамыз айтқандай, қазақ ешқашан тұсауды артынан кеспеген. Кейінгі біреулердің шығарып алған солақай дәстүрі. Өмір бойы қазақ тұсауды алдынан кескен. Өйткені баланың алды ашық болсын. Бала алға қарай жүреді, артқа емес. Тұсауды пышақпен кесу керек. Өйткені пышақта бір жүз бар, қайшыда екеу. Баланың өмірі қайшыланып қалады дейді қазақ. Ешқашан сондықтан қайшымен тұсау кеспеген. Қазір тұсауды жасы келген кейуаналар кесіп жүр. Жасы үлкенді сыйлайтын салтымыз шығар, бірақ бұрынғы кезде әжелеріміздің ешқайсысы тұсау кеспеген. Қазақ жүрісі ауырлаған үлкен кісілер түгілі жайбасарға, ақырын жүретін адамға тұсау кескізбеген. Әжелер ала жіпті батасын беріп байлап берген. Тұсауды бесіктер бітіп жүрген. Қол аяғы балғадай ісін тындырып жүретін әдемі келіншектерге кескізген. Бұл қыз баланың тұсауын кесудегі жайттар. Ал ұл баланың тұсауын пәленші ағасы секілді жыршы болсын, ақын болсын, құсбегі болсын, атбегі болсын деген ниетпен елдің ардақты азаматтарына кестірген. Үйленбеген жігітке, тұрмысқа шықпаған қызға тұсау кескізбеген. Өйткені олардың жолы әлі ашылмаған деп саналған. Тұсауын кескен баланың алдына домбыра, кітап, ақша сияқты дүниелер қойып жатады. Әсте қазақта бұл болмаған. Бұл Корей халқының бір жасқа толған баланың алдына осындай заттар қойылатын дүниеден алынған нәрселер. Бірақ ниет таза болса, көңіл жақсы болса, жақсы ниет қылғанда тұрған ештеңе жоқ. Қай ұлттың да жақсы жерлерін алғанның әбестігі жоқ. Бет тұздық болып жүрген салт дәстүрімізден, құндылықтарымыздан Аллах ажыратпасын.